Жанна, ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деген ұлағатты сөзді қалай түсінесің? Так, надо подумать. Язык является самым значимым фактором в сохранении нации. Что-то такое. Иә, дұрыс айтасың, Жанна. Бұл сөзді Ахмет Байтұрсынұлы қалдырған. Қазіргі таңда 5-ші қыркүйек күні тілдер мерекесі атап өтіледі. Себебі бұл күні Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Барша қазақстандықтар осы күні тіл мерекесін тойлайды. Мы поздравляем всех казахстанцев с этим значимым праздником и желаем, чтобы не только в нашей стране, но и во всем мире уважали и ценили любого человека, вне зависимости от его языка, вероисповедания и национальности. Любите свой родной язык, разговаривайте на нем и учите мировые языки, ведь они очень важны в нашем современном обществе. Тіл ұлттың жетістігі. Әр тіл өз бойында ұлт тарихын, мінезін, дәстүрін сақтайды. Тіл мерекесі Құтты болсын!